Ардасың ба Магнумға бойкот жариялаған қазағым? Не істедің, не бітірдің Магнумға бойкот жариялағанда? Бар нәрсені қолдамаймыз, жоқ нәрсені талап етеміз. Қанша үйлеріңізде қазақ тілде кітап бар, соны маған айтыңдаршы. Комментарийға жаза беріңіздер. Егер де орыс тілдегі кітаптың саны басымды болса, онда сіз өзіңізге сөз беріңіздер. Осы жылдың аяғына дейін қазақ тілдегі кітаптың саны орыс тілдегі кітаптан сіздің үйіңізде басымды болады деп. Кезінде осы қазақ тілді алып қалған ол әдебиет болады. Сонымен қазіргі уақытта біздің қазағымыз әдебиетті қолдап отқан жоқ, әдебиетке түкіріп отыр. Бірде-бір қазақ нелер баспалар мына шығып атқан нелердің барлығы дамып гүрілдеп миллиардер болып жатқан жоқ. Неге? Себебі біз кітап оқымайтын ұлт боламыз. Кезінде сол әдебиеттің арқасында қазақ тілі аман қалды. Айтыңдаршы маған, ана Ноғайдың тілі неге жоқ болып кетті? Жоқ деп айтуға болады. Татардың тілі неге жоқ деп айтуға болады. Я болмаса мына біздің түрлі жақын бауырларымыздың тілдері неге жоқ болды? Себебі оларда әдебиет жоқ болды. Әдебиет болмағасын, әдебиет жойылғасын, тілдері де жойылды. Сонымен қазағым, әдебиетті қолдау, қазақ тілде кітап алып тұру, қазақ тілде кітап оқу, мына ютубтағы қазақ тілде контент көру емес, қазақ тілде кино көру емес, тек қана қазақ тілде шығып жатқан кітаптарды алып оқу, соларды қолдау арқылы сендер қазақ тілді сақтап, қазақ тілді көбейте аласыздар. Сіздер ондай нәрсеге қандай әрекет жасап жатсыздар ма? Ондай әрекетті істеп жатсыңдар ма? Жоқ, бірде-біреулерің ондай әрекетті жасап жатқан жоқсыңдар. Кітапты не деп танимыз? Кітапты жаңағы оқуға қиын санаймыз, иә? Оған оқып бөлгіміз келмейді, бірақ TikTok көру үшін, YouTube-ты көру үшін, тағы бірдеңені көру үшін интернетте оған әрине уақыт деген көп табылады. Кітапқа уақыт болмайды әрине. Сонымен осындай кітап оқымайтын болсаңыздар, жаңағы Магнумға бойкот, анаған бойкот, мынаған бойкот деген әңгімелеріңізді қоя тұрыңыздар. Сөйтіп, біріншіден өздеріңізден сұраңыз, мен қазақ тілде бірдеңе шығып жатқан нәрсені қолдау үшін не істедім деп. Өзімнің блогымнан да байқап отырмын, міне орысша видео түсірсем, бұл деген бір репост жинағанда деген ана ту Ресейге дейін кетіп қалады. Қазақ тілдегі түсірген видеоға бірде-бір репост болмайды. Осылай қазақ тілді қолдаған қазағым.